Сәлем достар, бүгін ерекше түрде балық қуыратын боламыз. Оған бір жұмыртқаны әбден ас қасықпен араластырып, алып, оған жарты стақан жылы су құямыз. Екеуін араластырамыз. Аздап тұз себеміз. Бәрін араластырып, әбден бес ас қасық ұн саламыз. Осылардың бәрін араластырып, түйіршік қалдырмай әбден араластырып аламыз. Міне араластырдық, осындай қоймалжың болып шығады. Енді осыған балығымызды алып қуыратын боламыз. Алдын ала балығымызды дайындап аламыз, кесіп, жуып, тұздап, сосын қызып тұрған табаға екі жағын бірдей қылып малып, табамызға салып қуырамыз. Міне балығымыз да дайын болып қалды. Өте дәмді, өте керемет. Маған лайк басып, мені қолдап кетіңіздер, парақшама тіркеліңіздер.